ұстаздар, менің атыммен Мұсаева Лайнин, 8-ші сынып оқушысы боламын. Сынып жетекшіміз Сейітханова Фатима Жақсыбайқызы, география пәнінің мұғалімі. Бүгін мен сіздерге осы біздің киелі Қазығұрт тауының таңғажайыптары туралы айтып беретін боламын. Біздің Шымкент қаламыздан 40 шақты жерде орналасқан Қазығұрт тауы Тянь-Шань тауларына жақын орналасқан. Осы жерде Нұх пайғамбарымыз өзінің кемесінде келіп аялдап тоқтаған. Аялдап тоқтағаннан кейін сол жерде тіршілік бар ма жоқ па екенін білу үшін ең біріншіден құстарды жіберген екен. Құстардың барлық босатылған құстардың барлығы ұшып қайта оралмапты. Тек қана қарлығаш қана тұмсығына жасыл жапырағын алып қайта адамдарға ұшып оралып келген екен. Сол кезден бастап қазақ халқымыз бұл қарлығаш құсын ерекше құрметтейтін құс болып санаған. Бұл құстың халқымыз ұясын бұзбайды. Себебі бұл құстың ұя салған жерін бақ қонған жер деп санайды екен. Су тасқыны бойынша біздің Қазығұрт туралы аңыздар өте көп. Бізге белгілісі Нұх пайғамбар су тасқынына төтеп беру үшін кемесіне мінген кезде өзінің жақын туыстарын, аң құстарды және басқа да адамдарды мінгізген екен. Солардың аман қалу үшін ол дұға еткен. Сол дұғасын биік таулар естігенде, биік таулар өзіне келіп тоқтағанын менмендік танытады екен. Бірақ тек қана қарапайым Қазығұрт қана өзінің қарапайымдылығын көрсетіп, өзін басқалардан қарлығын баршаңызға менің көркем еңбек пәнінен таңдаған ғылыми жобамның тақырыбы қазақтың ұлттық ою-өрнектерінің ерекше туындысы. Менің есімім Мирзаханова Индира Мамыржанқызы. Бұл жобаның мазмұны кіріспе, түйін, негіз бөлім 3 бөлімнен тұрады. Практикалық қорытынды. Яғни түйінге келетін болса, бұрынғы ата-бабаларымыздан келе жатқан ою-өрнектерді мен алға қарай талпындырамын деген ойда мен сіздерге айтып кетемін. Жобаның мақсаты ата-бабамыздан қалдырған ою-өрнектердің даму тарихын, межелеу нұсқаларын, оюлардың өрнектерді елімізде мәдени шекарасын зерттеп, әрі қарай жалғастырамын деген. Бағында айтып кеткенде, бұрынғы ата-бабамыздан келе жатқан ою-өрнектерді болашаққа ұйымдастырып, мен Абай атамыз айтып кеттім де, жастарға сенемін деген сөзін жерге қалдырмаймын деген үміттемін. Негізгі білім, қазақтың ою-өрнектері ғасырлар бойы дамып келе жатыр. Біз негізінен ою-өрнек сөзін қалай айта аламыз? Ою дегеніміз жалпы не деген сөз? Ою дегеніміз нағыз әсемдеу, сәндеу, бір нәрсені бір күшті етіп көрсету дегенді мағынаны білдіреді. Латын тілінде аударғанда ол орнамент деген сөзді білдіреді. Бұл негізі ою қайда шықты, біздің заманымызда қалай пайда болды деген сұрақтар барлығымызға мәселелі болады. Ол негізі көшпенділер тайпасымен келе жатқан құмыра, яғни өрнектер. Бұл заманымызда мәдени мұралары Андроев сақ ол үйсіз Сіздерінің сөз тіркестері өте бай. Бұл тіркестердің қайнар көзі түп-тұмары көне және орта ғасырлардағы бір шаңырақтың астында өмір сүрген, бір тілде сөйлеген халықтардың тілі мен солардың қаламы мен хатқа түскен жазба ескерткіштер лексикасына жатқан болуы керек. Жалпы тіл білімде түркі тілдерінің негізгі сөздік қоры базарсист лексика 10-15 ғасырларда қалыптасқандығын ғылымда дәлелденген.